Сабақтың тақырыбы іс-әрекеттегі зерттеу, тарих және құқық негіздері сабақтарында білім алушылардың ынтасын инновациялық оқыту әдістері арқылы арттыруда зерттеу тәсілін қолдану. Сабақтың мақсаты тыңдаушыларға іс-әрекеттегі зерттеу ұғымын таныстырып, оны тарих және құқық негіздері пәндерінде қолдану арқылы оқушылардың мотивациясын арттыру жолдарын көрсету. Сабақ барысында іс-әрекеттің мәні, кезеңдері мен принциптері қарастырылып, педагогикалық тәжірибеде қолдану үлгілері талқыланды. Сабақ бірнеше белсенді оқу стратегияларына негізделіп өтті. Екі сұрақ әдісі тыңдаушылардың бұрынғы білімдерін белсендіру және жаңа тақырыпты бағыттау мақсатында қолданылды. Дәріс алаң әдісі интерактивті дәріс барысында іс-әрекетті зерттеудің теориялық негіздері, кезеңдері мен тиімділігі талданды. Түртіп алу және инсерт әдістері лексикалық материалмен жұмыс барысында белсенді тыңдауды, маңызды ақпаратты іріктеуді дамытты. Тыңдаушылар топтарда іс-әрекетті зерттеу негізінде шағын зерттеу жобасын жасап, презентация түрінде қорғады. Қиын, қызық, құнды, жұлдыз және архиватор 3-2-1 әдістері рефлексия мен кері байланыс алуға бағытталды. Тыңдаушылар барлық кезеңдерге белсенді қатысты. Екі сұрақ және дәріс алаң әдістерінде олар іс-әрекетті зерттеу туралы бұрынғы білімдерін еске түсіріп, тәжірибелерінен мысалдар келтірді. Топтық жұмыс кезінде өз пәндері бойынша зерттеу тақырыптарын анықтап, жүзеге асыру графигін ұсынды. Көпшілігі іс-әрекетті зерттеу әдісінің нақты педагогикалық мәселелерді шешуге көмектесетінін атап өтті. Тыңдаушылардың белсенділігі мен ынтасы жоғары болды. Инновациялық әдістер тыңдаушылардың қызығушылығын арттыруда шешуші рөл атқаратынын байқадым. Қосымша білім беруде тыңдаушыларға мұқаба жасау кезінде 3D модельдеу тәсілдерін қолдануды үйреттім. Сабақ барысында олар презентация мұқабасын көркем безендіру тәсілдерін меңгеріп, түрлі дизайн элементтерін тиімді пайдалануды және көлемді 3D әсер берудің қыр-сырын үйренді. Нәтижесінде әр тыңдаушы өз жобасына шығармашылық тұрғыдан қарап, әсемдік пен кәсібилікті ұштастыра отырып, тартымды мұқаба дайындай алды. Бұл сабақ олардың цифрлық сауаттылығын арттырып, көркемдік талғамын дамытуға зор ықпал етті. Сабақ мен үшін де, тыңдаушылар үшін де пайдалы әрі нәтижелі тәжірибе болды. Іс-әрекеттегі зерттеу әдісін пәндік оқытуда қолдану мұғалімдердің кәсіби дамуына, білім алушылардың оқу мотивациясын арттыруға нақты ықпал ететіні дәлелденді.